Бүгін Астана қаласына қарасты білім мекемелерінде адал азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында әкелер слеті өтті. Аталған шараны нөмірі 81 Астана English School халықаралық мектебі нағыз ер азамат болу, намыс пен жауапкершілік тақырыбында ашық диалог форматында ұйымдастырды. Жиын басы қонақтарды қарсы алумен басталды. Аталған мектептің өнерлі оқушылары кіреберістен қатысушыларға қазақтың ұлттық күйін тартып, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Келушілерге деген ыстық ықыласын ыстық бауырсақпен білдірді. Шараға қатысушы қонақтар мен әкелер қауымы 10 саусағынан өнер тамған оқушылардың арнайы дайындаған көрмесімен танысты. Көрмеде мектеп бүлдіршіндерінің авторлық жұмыстары таныстырылды. Көрсетілген жұмыстар ішінде Айым мен Санжардың таныстырған жұмысы көпшіліктің көңілінен шықты. Бүгінде Айым ұлттық брендті қалыптастырып үлгерген. Оның осы іспен айналысуына көркем гимнастикамен айналысатын туған әпкесі себеп болған. Менің осы істі қолға алуыма түрткі болып шабыттандырған туған әпкем. Бүгінгі күні Қазақстанда қазақтың ұлттық нақышы мен мәдениетін көрсететін брендтер аз. Сол себепті өзіме осылай ой келіп, істі бастап кеттім. Мақсатым өскелең ұрпақтың қаншалықты қуатты, қаншалықты патриот екенін көрсету және жақындарымыз үшін ең жақын адам екенімді сезіндіру. Мұндағы оюлардың өзінің ерекше мән-мағынасы бар. Мұның киімде жүрекше іспетті нақышталған ою ұлтқа деген махаббаттың білдірісі. Менің макетім күн сағаты. Ежелгі адамдар күннің көнкесі арқылы уақытты есептеген. Бұл алғашқы уақыт өлшеулердің бірі. Бүгінгі іс-шараға жақсы дайындалуға тырыстық. Әр саланың маман иелерімен қатар арнайы қонақтар шақырдық. Олар балалардың өміріне өнеге болатын құндылықтармен бөліседі деп ойлаймын. Жиынның мақсаты да балаларға құқықтық жауапкершілікпен қатар отбасындағы әкенің, ананың рөлін ұғындыру, тәртіп пен тәрбиенің маңызын түсіндіру дейді мектеп директоры. Бүгінгі іс-шарамыз бұл адал азамат ұлттық тәрбие бағдарламасы аясында нағыз ер азамат болу, намыс пен жауапкершілік. Енді осы шараның аты да өзі сай айтып отыр. Жаңағы адал азаматты тәрбиелеу үшін өзімізден бастап жауапкершілікті тек қана жаңағы әдемі шаралармен немесе сөздермен емес, нақты балаларға осы әкенің рөлі, ананың рөлі және біздің ұстаздың рөлі, қоғамдық рөліміз қандай деп айқындап, нақты бүгін ой бөлісіп, өздерінің спикерларымыз бар шақырғанымыз, олар өз ойларымен бөлісіп, әр саладан шақырып келе жатыр. Жалпы бұл шара балаларымызға және де ата-аналарымызға осы бала тәрбиелеуде және де ел жанды, отан сүйгіш және намысшыл азаматты тәрбиелеу үшін өз ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Қазіргі қоғамда нағыз ер азамат болу тек күш пен мәртебе емес, ол өз ісіне жауап беру, заңды құрметтеу, отбасына тірек болу. Ұстанымның мәнін жасөспірімдерге түсіндіру. Отан алдындағы борышын адал атқару деген ұғымдармен тікелей байланысты. Осыған орай бүгінгі ашық диалог барысында өз саласының білікті мамандары өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, жас ұрпаққа бағыт бағдар береді. Ал әкелер қауымы тәрбиесіндегі жауапкершіліктің маңызын тағы бір айқындай түспек. Ендеше көп созбай сөз кезегін бүгінгі кештің спикерлеріне беруге рұқсат етіңіздер. Мен өзімді таныстыра кетейін қысқаша. Есімім Теміржан болады, фамилиям Рамазан. Осы мектепте 6-шы сыныпта ұлым оқиды, Рамазан Қадыржан деген. Әкелер слетінде заңға адалдық ер азаматтың басты жауапкершілігі. Әке тәрбиесі нағыз ер азаматты қалыптастыратын негіз. Қоғамдық тәртіп пен жеке тәртіп азаматтық намыстың көрінісі. Қазіргі қоғамдағы ер азаматтың рөлі және ұлттық құндылықтар. Тәртіп, намыс және отан алдындағы жауапкершілік сынды тақырыптарда әр саладан келген спикерлер сөз алып, оқушыларды тәртіп пен тәрбие және отбасы құндылықтарын ұғынуға үндеу жасады. Бүгінгі кезде өте өзекті мәселе, негізі әке одағының негізгі мақсаты мынау әкелерді балалардың тәрбиесіне мән аударуға бас көтеру.
өйткені барлық көптеген әкелер банкомат болып кетті. Ашын айтсақ. Бүгін негізгі өте керемет бүкіл Астананың мектептерінде осындай әкелерге қоса іс-шара өткізіліп жатыр. Ол да әкелердің мынау тәрбиеге деген адал азамат программасының бүкіл жасап жатқан бүкіл идеологияның қадамдарына таныстырып, оларды соған бағыттандыру жайлы әдістемелік орталықпен бірге осыны іс-шара өткізіліп жатыр. Өте жоғары деңгейде өткізілді. Тәртіп ол отбасынан басталады. Мысалы, әр отбасында өзінің рухани құндылықтары бар. Мысалы, әке үйге кірген кезде әкені дұрыс қарсы алу, жылы қарсы алу, әкенің орны бір бөлек қой. Әкесіз тамақты басқамау, әкенің батасын айтпай, батасын бермей, тамақтан кейін тұрып кетпеу. Ол да әрбір отбасының өзінің бір тәртібі бар. Сол сияқты сіздердің де бір мектепте оқып жатқан тәртіптеріңіз бар. Бір әкенің берген тәрбиесін мың мектеп бере алмайды. Сондықтан да бұл ауқымды тақырып болғаннан кейін бұл жерден біз көп мәлімет алдым. Өзім де қорытындай келе балаларға қандай тәрбие беру керек екенін жаңағы Марат Тыржанов айтпақшы. Әкелердің тек қана ол банкомат емес, бұл әкелер балаларға үлгі, балаларға өзінің тәрбие жағынан болсын, спорт жағынан болсын, қызметте болсын, үйде болсын, ардақты әке болу, бұл орынның маңыздылығын көрсете білді. Жиын соңын іс-шараға атсалысқан қонақтар мен спикерлерге мектеп директоры алғыс хат тапсырып, оқу әдістемелік орталығы тәрбие бөлімінің басшысы Алтынай ханым лебізін білдіріп қорытындылады. Жасөспірімдерді саналы, намысты, ел жанды азамат етіп тәрбиелеу жолындағы қызметіңізге табыс тілейміз. Барлық білім беру мекемелерінде осы іс-шара өзінің орнын алып отыр. 81-ші мектепте де бүгінгі күнде әкелермен кездесулер өтті. Бұл кездесуде балаларға үлкен жауапкершілікті, адал болуға және заң, құқықты сақтануға, сонымен қатар өзінің әкелік, үйдегі әкелер рөлдерін бағалауға, оны ортаға түсіндіріп айту жеткізу әкелеріміздің бүгінгі жақсы сөздерін естідік, ақыл кеңестерін естідік. Өсіп келе жатқан ұрпақ бүгінгі күнде әке рөлін қандай болу керек екенін, болмаса жаңағы ер азаматтың құндылықтарын қай жерден қалай болу керек екенін үлкен тәлім тәрбие алып, сонда үлкен іс-шара ұйымдастырылды.